Баршаңызға сәлем. Бүгін астау күтімі туралы айтамыз. Астауды күнге қоймаңыздар, ажырауына себеп болады. Көлеңке жерде сақтау керек. Қатты жел тиетін жерде, мәселен, сквозняк жерде сақтауға болмайды. Және қатты ауа өткізбейтін салафан, клеонкада сақтауға болмайды. Астауды майлап отыру керек. Үйдегі кез келген сұйық маймен де майлап отыруға болады. Мен сұйық май қолданам. Осылай 4-5 айда 1 рет қайталап майлап қоямын. Қазір барлық астауларды майлап болған соң 4-5 сағатқа майын сіңдіру үшін қалдырып қоямын. Майы сіңгеннен кейін жақсылап жуып аламын. Жақсылап жуу қажет, өйткені майда білесіздер, кілегей сияқты болып қалады. Сондай болмау үшін жақсылап